Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін ең дәмді әрі үнемі сәтті шығатын табиғи соктың рецептісімен бөліспекшімін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті заттар алма және мандарин. Біз үнемі дастархан жайғанда тістелген алма, тістелген мандарин әр жерде қалып жатады. Солардың барлығын пайдаға асырамыз. Бірінші алманы, мандаринді жақсылап жуып аламыз да, осылай турап шығамыз. Бірінші алманы турап, бір ыдысқа салып, бөлек қоямыз. Міндетті түрде тістелген жердің барлығын алып тастаймыз. Яғни балаларымыз шамалы тістеп тастап кететін алмалардан біз табиғи сусын, табиғи компот жасаймыз. Міне осылай турап болғаннан кейін үстіне жылы суды құямыз. Бөлме температурасындағы жылы су болуы тиіс. Оны қатты отта бұрқ етіп қайнағанға дейін қалдырамыз. Үстіне өздеріңіз қалауларыңыз бойынша шекер саламыз. Шекер ерігенше жақсылап араластырамыз. Міне осылай бұрқылдап қайнағаннан кейін оны оттан сөндіріп бөлек қоямыз. Ал енді біз лимондарды тураймыз. Лимон өте көп мөлшерде болмауы керек, бір лимонның жартысы да жеткілікті. Лимондарды турап болғаннан кейін мандариндерді тураймыз. Мандариндерді қабығымен бірге тураймыз. Міндетті түрде біздің сусындарымызды әрлеу үшін бір мандарин, бір алманы алып қаламыз. Барлығын турап, қайнаған алмамыздың үстіне саламыз және жақсылап араластырамыз. Ал енді бетін жауып, бөлме температурасында жарты сағатқа қалдырамыз. Мінекей біздің компоттарымыз дайын, түсі де, дәмі де өте ерекше болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Енді дастарханға ұсынсаңыздар болады. Енді біз сәл ғана әрлеу жасаймыз. Мандаринімізді, алмамызды осылай дөңгелек етіп турап, стаканымыздың шетіне жай ғана кіргізіп қоямыз. Егер де видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаймыз. Сіздерден қолдау күтемін. Рахмет.